Бәленшенің баласы сөйтіпті, қызы бүйтіпті деп ауыздыға сөз бермей жатамыз ғой. Нәпсіге еріп өсектергенде сол жағдайдың өз басымызға келуі мүмкін екенін ойламаймыз да. Тағдыр ма, пендешілік пе, әйтеуір қателеспейтін адам жоқ екені анық. Армысыздар ой салар әңгімелер каналының тыңдармандары. Әңгімемді тыңдамас бұрын каналға жазыла кетіңіздер. Рима отбасының үлкені. Өзінен кейін сіңілісі мен 2 інісі бар. Барға қанағат, жоққа сабыр ететін ата-анасы оларға жаман тәрбие берген жоқ. Балалар да ардақтыларының жүзін жерге қаратпауға тырысатын. Рима мектеп бітірген соң қалаға оқуға түсті. Әкесі қызды өздері жақсы араласатын алыс туысының үйіне тұрғызатын болды. Анасы келген сайын жеңгесіне көмектесіп, балаларына қарауы керек екенін шегелеп айтып отыратын. Өзі де тиянақты қыз, жеңгесінің айтқанын бұлжытпай орындайтын. Оқу үлгерімі де жақсы, алдыңғы қатарда жүретін студент болды. Қалаға келген соң өзі сүйкімді қыз одан әрі ажарлана түсті. Бір күні оқудан келгенде жеңгесінің жүзі сынық, қабағы қатулы екенін байқады. Тірлік жасап жүріп күңкілдеп сөйлеп қояды. Үш қайнаса сорпасы қосылмайтын біреуді алып келді үйге. Менің туған бауырым келеді десем кірпідей жиырылады. Оның бауыры бауыр екен де, менің бауырым адам емес екен де. Мұрны пысылдап жылап қояды. Түсінгені ағасы келіншегінің інісі осы үйде тұрып жұмыс жасауына қарсы екен. Қайнысының аты шулы бұзақы екенін білетін жесесі үзілді-кесілді қарсы бопты. Мына кикілжеңнен кейін қыз өзін ыңғайсыз сезініп, осы үйдегі артық адам сияқты болды. Біраз күннен соң жеңгесі қалай көндіргенін інісі ақыры осы үйге келді. Інісі 20-дан асқан шымыр денелі сымбатты жігіт екен. Есімі Самат. Оны көрген қыздың жүрегі шым ете түсті. Самат та құдашадан құр қалмайын дегендей қызға жақын жүруге тырысатын. Жігіт пен қыз таңертең бірге шығатын. Самат жұмысына, Рима оқуына. Қыз түстен кейін оқудан қайтады. Сол сәтте жұмысы жайына қалып, Самат та жанынан табылатын. Туыс ағасы құрылыста жұмыс жасайды. Жеңгесі балабақшада тәрбиеші. Балалары анасы жұмыс жасайтын балабақшада. Үйде 2 жас оңаша қалатын. 16-дан енді асқан бүлдіршін қыздың ойында артық ештеңе жоқ. Ал аш қасқырдай сілекейі шұбырған Саматтың ойы арам. Бір күні қыз екеуіне шай демдеп тұрған. Самат ту сыртынан келіп оны құшақтай алды. Алғашында қарсыласқан қызға оның құшағы ұнай бастады. Әккі жігіт осылай қыздың бойын үйрете бастады. Арада біраз уақыт өткен. Аға жеңгесі тойға кетті. Балаларды екеуі алып қалды. Жан, қарашы, мынау біздің үйіміз деп елестет. Ал мыналар біздің балаларымыз. Керемет емес пе? Сенімен отбасын құруды армандаймын деп маңдайынан сүйді. Оның арманы мен өз арманы ұштасқанына қыз да дән риза. Балалар біраз ойнаған соң ұйықтап қалды. 2 жас біраз уақыт телефон ақтарып құшақтасып отырды. Қызды арбаудан тәжірибесі бар жігіт оны аймалай бастады. Сезімге берілген қыз соңғы киімі қалғанда ғана ес жиып орнынан тұрмақ болды. Бірақ миы жұмыс жасамай кеткен жігіт оны күштеп құлатып, қарсыласқанына қарамастан өз дегенін жасады. Рима айғайлап жыламақ болып еді, қарулы қолдарымен оның аузын басты. Тойдан кеш келген аға жеңгесі үйдегі сұмдықтан бейхабар болатын. Осыдан кейін Самат қызды оған оқуы біткен соң үйленетінін айтып жұбатқан болды. Оңаша қалған сәттерді пайдаланып төсекке тартып, көбінесе мәжбүрлейтін. Егер келіспесе өзі жабысқан деп аға жеңгесіне барлығын жайып салатынын айтып қорқытатын. Қыз шүмшиіп азып, құр сүлдері қалды. Көп ұзамай жүрегі айнып, бас айнала беретін болды. Мұны жеңгесі байқамады. Оқу орнындағы мұғалімдер байқап тексеру жасатты. Қыздың аяғы ауыр екенін білді. Нағыз масқара енді басталды. Ауылдан ата-анасын шақыртты. Оларды көргенде Рима жерге кіріп кете жаздады. Анасы оны көрген бетте шапалақпен салып қалды. Әкесі бетіне қарағанда жоқ. Екеуі қызды көлікке салып алып ағасының үйіне алып келді. Аға жеңгесі де үйде екен. Риманың әкесінің мінезін білетін екеуі үрпиіп тұр. Әкесі інісінің жағасына жармасып айқай салды.
Мен саған аманат етіп қалдырдым ғой қызымды, не қарап жүрсің? Аға, мен кешке дейін жұмыстамын, ол қыз оқуда, қайдан білейін не істеп жүргенін? Кімнен бала көтердің деп айғайлады анасы. Саматтан. Саматы кім? Деп кіжінді әкесі. Менің қайным деп қорқа жауап берді інісі. Қайда ол антұрған? Білмеймін аға, таңертең ғана үйде жатқан. Сен қашырып жібердің бе еніңді деп келінге сұрлана қарады. Жоқ деп ыршып түсті ол. Шындығында бұлар келеді дегенді естіп, өлтіріп қояр деген күдікпен қашырып жібергені рас еді. Мен сені қалаға бала көтерсін деп жібердім бе деп анасы қызының шашына жармасты. Мамау, мен әдейі емес, ағамдар жоқта ол мені зорлады. Содан кейін де көнбесең бәріне айтамын деп қорқытып жүрді. Анасы мен қызы қосыла жылады. Бағанадан бері қызын атарға оғы болмай тұрған әкесі де құшақтай алды. Ініңді ертеңге дейін табасың, таппасаң мен сені де оны да өлтіремін. Түрменің түбінде шіритін болады деді. Олар қыздарының заттарын жинап, пәтер жалдап, сонда қалдыру үшін алып кетті. Риманың қасына сіңілісін әкеліп қосты. Самат жер жарылып кіріп кеткендей жоқ болды. Құрсақтағы бала өсіп жатты. Алғашында баланы алдырып тастау туралы ойлаған әке-шешесі оның болашағынан қорықты. Ешқашан бала сүймей қалу қаупі бар екенін де ескерді. Ойлана келе нәрестенің өмірге келгені дұрыс деп шешті. Ай күні жетіп Рима қыз босанды. Жарық дүние есігін ашқан шақалақты көрген ата-анасы одан бас тарту туралы ойынан айнып өз аттарына жаздырып алуды ұйғарды. Ал Рима сол баладан құтылғанша асықты. Кішкентай қызға деген мейірімге қарағанда ашу кек басымырақ болды. Өзінің абыройсыз болуына осы бейкүнә періште кінәлі секілді көрінетін. Атасы мен әжесі кішкентай қыздың есімін Гаухар деп қойды. Балапан олардың өміріне жаңа серпін алып келгендей еді. Осының әсерінен сыпсыңдаған өсек оларға еш әсер ете алмады. Ал Риманы өзі оқыған оқу орнының Алматыдағы филиалына ауыстырды. Қыз сонда барып есін жиып, өмірге қайта оралғандай болды. Бірақ бұрынғыдай ұяң қыз емес, ашылған, жігіттерді сөзімен елтіп өтетін сиқыр қызға айналды. Ата-анасы бұл туралы ұмытып кеткендей еді. Кейде оларды туған қызынан қызғанатын, өзіне деген махаббатты тартып алғандай көрінетін. Ол енді ел қатарлы өмір сүру үшін күресе бастады. Күндіз оқиды, кешке жұмыс жасайды. Бірақ ол армандағандай жеке бар жағдайы жасалған пәтерде тұру үшін қаражаты жеткіліксіз еді. Осыдан кейін қыз ақша табудың жеңіл жолын қарастыра бастады. Көптен бері өзін торауылдап жүрген белді кәсіпкердің отбасылы екенін біліп маңайлатпай жүрген еді. Ойлана келе оған мүмкіндік беруді жөн көрді. Сол күннен бастап ол ақшадан тапшылық көрген жоқ. Жұмыс жасау да керек болмады. Тіпті оқуына да кейде барып кейде бармай қоя салатын. Бай көңілдесі барда не қам бар дейсің. Уақыт зымырап өтіп жатыр. Рима қанша сұлу болса да кәсіпкер көңілдесі одан жалыға бастады. Оны қыз да сезіп жүр. Амалдап оқуын бітіріп алсам деген оймен ғана уақыт созуда. Әккі қыз құр жүрмей тұрмысқа шығатын оңды жігіт қарастыра бастады. Таңдауы бейнеткеш, ес білгелі қара жұмыспен күн көріп келе жатқан Бердібекке түсті. Көңілдесімен қоштасып, мәселенің басын ашып алды. Кетерде азын-аулақ ақша да өндіріп үлгерді. Соны пайдаланып қыздық перде тігетін клиника іздестіре бастады. Бердібек кездескенде артық қимылға бармайтын. Қыз да қылымсып, үлбіреп биязы қыздың кейпіне еніп отыратын. Сөз арасында өзін басқа біреулер алып қашуы мүмкін екенін, егер олай болса қатал әкесі сүймесе де сонда қалдыратынын айтып қалды. Оны естіген жігіт көп ойланбастан үйленуге ұсыныс жасады. Қыз келісті. Үйленетін күнді белгілеп қолдан ұзатылды. Тойға аз күн қалғанда қыздық перде жасатып, босағаны абыроймен аттаған қыз болып шыға келді. Жігіт те дән риза, қыз да ұялғансып қояды. Рима тұрмысқа шыққан жылы Гаухардың жасы 5-тен асып, мектепке баруға даярланып жүрген. Атасы мен әжесін мама-папа деп айтатын. Осы қыз жаутаңдамасын деп ұлдарын да үйлендіре сала бөлек жіберген.
бірақ соңғы кездері әкесінің денсаулығы дұрыс болмай, қан қысымы жиі көтеріліп кетеді. Жұбайының демеуі мен қадағалауының арқасында жүрген жайы бар. Ал Рима босаға аттаған соң көп ұзамай етегіне беріп қыз баланы өмірге алып келді. Келер жылы ұл балалы болды. Бердібек келіншегінің көңіліне қаяу түсірген емес, керісінше барлық жағдайда қолдап отыруға тырысатын. Рима аңсағандай шетелдік бренд киімдер мен сөмкелер алып бере алмаса да, өз еңбегімен кең сарайдай үй салып, балаларының керегін қамтамасыз етіп отырды. Ол білетін Рима кіршіксіз таза, періштедей пәк, өте ақылды, арына дақ түсірмейтін әйел болатын. Өткен өмірінің көлеңкелі тұстарын біреу арқылы естісе де сенбес еді. Рима екі баласы балабақша жасына ілінген соң мамандығы бойынша жұмысқа орналасты. Әкесі көмек бермек болып еді, Бердібек қайнатасының ақшасын алуға арланды. Үйде отырғанда да осал емес сылқым келіншек енді одан әрі ажарлана түсті. Сыланып сыртқа шыққанда оны ешкім тұрмыстағы келіншек деп ойламайтын. Бердібек жұмысына алып барып алып келейін десе, оның ескі көлігіне намыстанып мінбейтін. Бір күні төркінінен суық хабар жетті. Күннің ыстығын көтере алмаған әкесі жүрегі қысылып жан сақтау бөліміне түсіпті. Рима жылап-сықтап ауруханаға жүгірді. Бірақ өкінішке орай әкесімен қоштасып үлгермеді. Жерді тоқпақтап шашын жұлып, қанша жыласа да, енді қара ормандай қорған болған әкесі жоқ. Оның күректей алақандары маңдайын ешқашан сипамайды. Кезінде жасаған қателігін бетіне баспай, демеу болып, жаманын жасырған әкесінен айырылу келіншек үшін ауыр еді. Жұбайының қайғыдан қан жұтып жүргенін көрген Бердібек оған көбірек көңіл бөліп, жиі қыдыртуға тырысатын. Оның адал ниетінің арқасында Рима есін жия бастады. Уақыт керуен көше берді. Балалар өсіп мектепке барып жүрген. Ана жақта Гаухар да сыланып бой жетіп қалды. Әжесі қатты еркелетсе де, мінезі бір сыдырғы байсалды қыз болып өскен. Бердібек бұрынғы жұмысымен қоса екінші жұмыс тапты. Қалайда сұлу жарына таршылық көрсетпесем екен деген мақсатының жолында жан аямады. Бірақ жақсылықты түсінбеген адам қанша мүмкіндік берсең де зая сияқты. Күйеуінің үй бетін көрмей сабылып жұмыс жасағанын пайдаланып, Рима тағы бір кәсіпкермен көңіл қоса бастады. Арманы қымбат киімдер кию, қымбат әтірлер себу, 5 жұлдызды қонақ үйге қону. Балаларын үйде қалдырып, оны мұнымен алдап, ерінің үйде жоғын пайдаланып, өзі ойнасының от құшағында ойнақ салып жататын. Ерінің сонша үлкен махаббатын аяқ асты етіп, еңбегін бағаламағаны туралы ойламайды да. Мүмкін сырттан тоят іздеу оның жаратылысы ма? Әйтеуір дәл қазір оған ештеңенің маңызы жоқ болатын. Бұл масқара 6 айға созылды. Әккі әйел күйеуіне ештеңе сездірмей, ол келгенде үйде отырған ана болып шыға келетін. Бір күні қас қарая Бердібек жұмысынан сұранып келді. Өзінше отбасына тосын сый жасамақ еді. Риманың есебімен ол ертең келуі керек болатын. Бердібек үйге кірсе, екі баласы телефон қарап отыр. Алдарында бұл жеуге тыйым салған зиянды тағамдар. Екеуі әкелерін көріп қуанып кетті. «Мамаларың қайда?» деді Бердібек таңғалып. «Мамам бізді күнде осылай тастап кетеді. Жұмысым бар деп бізге тәттілер алып береді» деп қалды ұлы. «Күнде кетпейді ғой» деп қызы түрін бұзды. Айтуға болмайтынды айтып қойған інісіне ренжіген түрі. Бердібек былай шығып Римаға телефон соқты. Екінші қоңырауды әрең алған ол, «Сәлем жаным» деп сыңғырлады. «Сәлем, не істеп жатсыңдар?» «Балалармен отырмын, жаңа ғана тамақ ішіп болдық. Өзің қашан келесің, сағындық қой». «Ертең келемін». «Жақсы жаным, балаларды ұйықтатып өзім де демалайын» деп Рима тұтқаны қойғанша асықты. Бердібек ештеңе білмеген сыңай танытып телефонды қоя салды. Бөлмеге келіп қызының телефонын сұрап алды. Бірақ үйдегі жайдан бейхабар Рима оған хабарласқанда жоқ. Күйеуінің жүрегі бірдеңе сезгендей еді. Бердібек балаларды жатын бөлмесіне жіберді. Олардың ұйықтап қалғанын күтті.
Өзі киініп сыртқа шығып күйгелектеніп темекісінің үстін шекті. Көңіл түкпірінде жатқан Римаға деген ыстық сезімі оны жамандыққа қимай тұр. Мүмкін құрбылармен кездесіп отырған болар. Бұл ренжімесін деп жасырған шығар. Не болса да үміт соңынан өледі емес пе? Әліптің артын бағып көңілін тасалау қойып Риманы күтті. Түнгі 2-нің шамасында шетелдік қымбат көлік сырғып келіп бұлардың есігінің алдына тоқтады. Бердібектің көзі атыздай болды. Есік ашылғанда бұраңдап Рима түсті. Екінші есіктен оның нақсүйер шықты. Екеуі ұзақ аймаласып, бірін-бірі жеп қоярдай болып ұзақ тұрды. Содан кейін Рима үйге кіруге ыңғайланды. Көлікте сырғып кері қайтты. Сол сәтте Бердібек өз көлігімен қатты жылдамдықпен есігінің алдына келіп тоқтады. Ол Риманы қағып кетердей дәл жанына тоқтаған еді. Оны көрген Рима не айтарын білмей қалды. Түрі өрт сөндіргендей болып кеткен күйеуін көріп зәресі ұшты. Қабағына қаяу салып көрмеген оның мұндай түрін бірінші рет көруі. «Не болды саған, жайшылық па?» деді ол таңғалып. «Қайдағы жайшылық? Сен түннің бір уағында 2 кішкене баланы тастап қайдан келдің?» «Мен қыздармен кездесіп келген едім, сен ұрсады деп айтпадым. Балаларды Гауһармен отырғызып кеттім». «Өтірікші, сонша суайтпа едің сен. Кім шығарып салды сені?» «Ләззаттың күйеуі ғой». «Ләззат біледі ме екеуінің сонша ыстық ықыласпен қоштасатындарыңды?» Бердібек ашуланып Риманы сілкіп жіберді. Ондайды бұрын көрмеген келіншек шыңғырып жіберді. «Кет, мен сені өлтіріп қоймай тұрғанда кет» деді, желкесінен түйіп жіберді. Рима сыртқы есікке атыла шығып жүгіре басып кетті. Басқа барар жері жоқ болған соң анасының үйіне барды. Түбі еститінін білетін ол анасына бар шындығын жайып салды. Анасы бейшара ойбайлады да қалды. «Сені мен туған ба едім? Не деген нәпсіқұмар адам болдың сен? Мынауың не масқара? Енді мен қай бетімді айтамын күйеу балаға? Балаларды ойламадың ба?» деп айғайға басты. Рима бетін басып жылап отыра берді. Анасы оны шапалақпен бірнеше рет ұрып жіберді. «Баяғы қылығың анау, онда зорлық жасады дедің, сендік. Бұл жолы не деп өтірік айтасың? Мына қызды да бауырыңа басқан емессің. Ертең мен өлсем кім қарайды?» деп оны да уайымдап өлдім. «Саған бала бергенде мейірім бермеген екен» деп булыға жылады. «Мам, менің мамам Рима әпкеме» деп жылап жіберді. Бұлардың даусынан оянған Гауһар есіктің аузында тұрып қалған екен. Әжесі бейшара не бүлдірдім дегендей жерге сылқ етіп отыра кетті. Гауһар далаға жүгіріп шығып кетті. Осы сұмдықтан кейін ай өтті. Бердібек Римаға телефон соққанда жоқ, іздеп те келмеді. Балалармен де сөйлестірмей қойды. Өзінің айыбын білген Рима да көнуден басқа амал болмады. Тек екі ортада балаларға обал болды. Олар аналарын сұрап жылайды. Бердібек телефондарын алып қойған, аналарымен хабарласа алмайды. Екінші ай бітуге таяғанда Рима шыдай алмай үйіне барды. Бердібек ұрысып айғайлап тағы да қуа бастады. Шырқырап жылаған балалар аналарының етегіне жармасып жылай бастады. Азан-қазан у-шу болып кеткен соң балаларға жаны шыған Бердібек Риманы ішке кіргізді. 2 сағат сағыныштары басылған соң Рима кетуге ыңғайланды. Бұдан әрі отыра беруге Бердібектен қорықты. Бірақ күйеуі бұл күтпеген тосын мінез танытты. Оны оңаша алып шығып, балалар үшін осында қалуға рұқсат берді. «Бірақ бөлек бөлмеде жатамыз, сен мен үшін жиіркенішсің» деді қатқыл үнмен. Қуанып кеткен Рима ескі әдетімен оны құшақтап алмақ болып еді, күйеуі итеріп жіберді. Сол күннен бастап Риманың азапты күндері басталды. Балаларына қолы жеткеніне риза болғанымен, күйеуінің суық көзқарасы жанын аяздай қарыды. Кеш келеді, ерте кетеді. Телефонмен біреумен жылы сөйлеседі. Рима қызғаныштан жарылардай болды. Бірақ не дей алады, не істей алады? Кінәнің бәрі өзінен. Айрандай ұйыған отбасын арамдаған өзі. Бердібек бұған ешқашан қырын қарап мінез көрсеткен емес. Керісінше бұл жүйе бұлданып ұрыс шығаратын. Соңғы кездері мазасы болмай жүрген Рима өзінің аяғы ауыр екенін білді. Бердібекке анасына баратынын айтып,
түсік жасатуға кетті. Бердібекке оның қайда баратыны маңызды емес еді. Кезекті бір өтірігі екеніне сенімді болатын. Рима ақшасы аз болғандықтан жасырын дәрігерге барған еді. Түс ауа ештеңе болмағандай үйіне келді. 2 күн өткен соң денесі ысып, күйіп, қызуы көтеріле бастады. Бұрынғыдай күйеуі асты-үстіне түспейді. Сол күйі 3 күн жатты. Соңында есін білмей талып қалғанда ғана қызы әкесіне «Папа, мамам кешеден бері тұрмай жатыр» деп жыламсырады. Алғашында қырсығып қалған Бердібек өзіне бірдеңе жасап қоймады ма екен деп шошып тұра жүгірді. Бөлмесіне барса шынында да Рима ес-түссіз жатыр еді. Денесі алаулап от болып жатыр екен. Жедел жәрдем шақырған Бердібек олар келгенше жанын қоярға жер таппай кетті. Дәрігерлер Риманы көре сала ауруханаға алып кетті. Содан кейін Рима ауруханада 10 шақты күн жатты. Дәрігерлер ота арқылы жатырын алып тастады. Бердібекпен қайта татуласса, бала көтеріп, аралары бұрынғыдай болады деген үміті өшті. Ауруханадан шығарда дәрігерлер қан талдауының нәтижесі күмәнді болып тұрғанын, қатерлі дертке қауіп бәрін айтты. Рима көз алдына 2 баласы келіп одан әрі шошыды. Үйге шыққан соң жағдайы жақсарудың орнына нашарлай берді. Бірнеше реттік тексерудің нәтижелері қан құрамының дұрыс емес екенін, онда инфекция барын анықтады. Сонымен атын естісе шошитын қатерлі дерт диагнозы қойылды. Түсік жасатқан кезде жатырда қан қалған. Соның нәтижесінде ауру пайда болған екен. Өмірге келе алмаған бейкүнә періштенің наласы ма екен. Мұны естіген Бердібек оңашада әбден жылады. Риманы кешірмей жүргені үшін, жетім қалуы мүмкін балалары үшін әбден егілді. Қызының диагнозы туралы естіген анасы оның өлімін көтере алмасын сезгендей қызынан бұрын өмірмен қоштасып кете берді. Рима пышақтың ұшында жүргенде Гаухар жалғыз қалды. Өлмелі қалде қайта-қайта химия алып жүрген оған енді Гаухар уайым болды. Рима Бердібектің ауруханаға келгенін күтіп отырып, оған Гаухар туралы бар шындықты айтып берді. Сол жерде күйеуі оның аяғына басын қойып, солқылдап жылады. Өмірінің сонша талқан болғанына налыды. Біраз күннен кейін Гаухарды қарсы болғанына қарамастан оны өз үйлеріне алып келді. Томаға тұйық қыз одан әрі жабыла берді. Бір жақсысы Риманың үйін жинап, балаларына көмектесіп отыратын. Одан бері жыл өтті. Рима бірнеше рет химия алса да қатерлі дертке шипа таба алмады. Бердібек оның қаншама күнәсі үшін ренжулі болғанымен кешірді. Риманың о дүниеге жеңілдеп кеткенін қалады. Шашы түсіп, түрі әбден тозған кезіндегі сұлу келіншек көпке бармай дүние салды. Оның көз сүріндірер сұлулығынан жұрнақта қалмады. Керісінше соры болды. Бердібек құлай сүйсе де жарының адалдығына қол жеткізе алмады. Бірақ Рима өмірден өткен соң ол үйленген жоқ. Гаухар мен 2 баланы өсіріп, оқуға түсірді. Гаухарды әкесі ретінде қолынан ұзатты. Өзінен туылған қызы шетелге оқуға түсіп, сол жақта қазақ азаматына тұрмысқа шықты. Ал ұлы әлі үйленген жоқ. Ұлым-ау, қашан үйленесің? Мына үйді немерелердің ойыншығы мен шуына ертерек толтырсаңшы деген әкесіне, анамдай сұлу, анамдай адал жар таппай жүрмін деп әкесіне жауап берді. Бердібектің төбесінен мұздай су құйып жібергендей болды. Анаңдай болмағаны дұрыс-ау деп ойлады ішінен. Сірә әкесінің Рима ауырғанда тастамай, ол қайтыс болған соң үйленбей жүргенін анасының керемет жар болғандығынан деп түйсе керек. Әрине, әр бала үшін анасынан артық ешкім жоқ. Бердібек Риманы олардың алдында бақытты жан, аяулы ана ретінде көрсете білді. Оған да шүкір. Ұлына лайым адал жар жолықса екен деп тілейді. Кез келген құпия ашылмай қалмайды. Сондықтан айтылған сөз бен жасаған әрекетке абай болған жөн. Алла барлығымызды тура жолынан тайдырмасын. Ақыл ынсап қанағат берсін.
Құрметті тыңдармандар, бұл әңгімеден сіз қандай ой түйдіңіз? Сізге қандай ой салды? Өз ойыңызбен міндетті түрде бөлісе кетіңіз. Және келесі әңгімелерді тыңдау үшін каналға жазыла кетіңіз.